Карамель дайындаганда биздин ыдысыбыз осындай калың және ауыр болганы жакшы. Оттың асты шамамен осындай болу керек. Ең алдымен кантымызды саламыз. Жан-жагына суумузду куюп, onun үстүнө глюкозный сироп саламыз. Карамель дайындаган кезимизде карамельди аралаштырууга, козгоого болмайды. Осы туруста өзү ерүү керек. Міне осылай жайлап көпіршіктеніп шығады. Шым-шым тұз себеміз. Лопатканың ұшымен сәл-сәл осылай қанттың еруіне жәрдем береміз. Қатты қозғауға болмайды. Жайлап осылай өзі қоңырқай түске еніп бастайды. Жай-жай араластырамыз. Жан-жағын осылай қозғаймыз, жан-жағын осылай жай-жай араластырып тұрамыз. Оттың асын азайтамыз. Осындай болу керек. Енді осының үстіне сливки құямыз. Сливкиді микроволновкада ысытып аламыз. Қайнамаған, но қайнаған сияқты қатты ыстық болу керек. Сливкиіміз мұздай болуға болмайды. Карамель содан қатып қалады. Сливкиді құйып, осылай тез-тез араластырамыз. Сливкиді құйғанда абай болу керек. Қолыңыз күйіп қалмасын. Осылай тез-тез араластырамыз. Біркелкі болғанша араластыра береміз. Енді осының үстіне комнатный температурада тұрған сары майымызды салып, және араластырамыз. Оттың астын өшірдік. Карамеліміз дайын. Енді басқа ыдысқа құйып, бетін пищевой пленкамен на контакт жабамыз. Яғни карамельге пищевой пленкамыз тиіп тұру керек. Осылай суытамыз бөлме температурасында. Суыған карамелімізге арахисті салып, осылай араластырамыз. Карамеліміз дайын. Осылай бетін жауып алып қоямыз. Кейін шетінен алып, тортқа салып қолдана бересіз.